Мүшем үлкен, ұзын, мен, значит, мачомын дейтін еркектерге арналады бұл видео. Егер де мүшенің үлкендігі болатын болса, ұзын болатын болса, оргазмді күшті ала аласыз ба? Осы сұраққа жауап берейін. Мысалы, мынау қынап. Қынаптан ары қарай бізде жатыр, мынау жатыр мойны. Бірақ бізде ең сезімтал қабаттарымыз, сезімтал бөлігіміз, ол қынабымыздың мынау кіре берісіндегі ары кеткенде бір үштен бөлігі. Бұл орта есеппен 5 сантиметр дейік. Значит, егер де мүше үлкен болатын болса, мына жаққа дейін жететін болса, ол сонда күшті оргазм береді деген сөз емес. Егер мүшеңіз 5 сантиметр болса да, және де мына сезімтал бөліктерді тітіркендіретін болса, сіздің келіншегіңіз немесе қызыңыз оргазм ала алуы мүмкін. Және де кішкентай ғана мүшемен де оргазм бере алады. Бұл жерде маңыздылығы ер азаматтың мүшесінің қозған кезде длину емес, ширину дейміз, былай көлеміне қарай үлкен болатын болса, және де мына қынаптың мына стенкаларын сезімталдан оята алатын болса, значит, сіз келіншегіңізге немесе өзіңіздің партнеріңізге ұнайсыз деген сөз. Құрметті қыз келіншектер, егер де мына стенкаларды былай айтқан кеңейіп кеткен болса, соны жинақтап, сол жердегі сезімталдықты оятқыңыз келсе, онда біздің консультацияға келіңіз, немесе кортексил PRP, немесе филлер процедурасына келіңіз. Біз осы стенкаларды тонысын жоғарылатып, сезімталдығын оятып, тарылтып, мүшеге дайын етіп береміз.